Жеңішінің жалғасқан сыбайластықтың өңіріміздегі деңгейі қандай? Ел қаржысына қол салған жемқорлармен күрес қай деңгейде жүргізіп жатыр? Бармақ басты, көзқысты әрекеттер қай салада басымырақ? Біздер бүгінгі хабарда осынау сауалдардың жауабын іздейміз, армысыздар. Тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, тақырыпқа қатысты қосатын ой-пікірлеріңіз болса, жолдайтын сауалдарыңыз болса, бізге қоңырау шалыңыздар, телефон номері төменде көрсетілген. Бүгінгі студия төріне жайғасқан баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Сөзіміздің басында жеңішінің жалғасқан жемқорлықтың деңгейі біздің өңірімізде қандай деңгейде деген көпті толғандырып жүрген сауалмен бастасам. Берікбол Ұзақұлы. Біріншіден, армысыздар. Енді жалпы сыбайлас жемқорлық енді жалпы мемлекеттің дамуына кедергі келетін ең қауіпті құбылыстардың бірі. Еліміздің басты құжаты Қазақстан 2050 стратегиясында да осы сыбайлас жемқорлықты елімізге төнетін қауіп-қатерлердің ішіне енгізіп отыр. Енді жалпы сыбайлас жемқорлық біздің өңірде де енді жоқ деуге болмайды, енді жалпы бар. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның осы облыстық департаментінің жаңағы көрсеткіші бойынша жалпы биылдың өзінде осы айда 92 қылмыс орын алып отыр. Енді былтырғы жылмен салыстырғанда 1%-ға төмен, енді бірақ дегенмен деңгейлес енді сол бағытта. Жалпы енді бізде сыбайлас жемқорлық енді басқа аймақтармен салыстырғанда енді төмен, өткенде жақында білесіздер, рейтинг шыққан кезде 9 айдың біздің облыс емес, басқа облыстар енді жоғары көрсеткіш. Ақтау, Атырау, Алматы қалалары алғашқы орындарда болды да. Біздің өңіріміз аз кем бұл тұста ұстамдылық танытып отыр. Дегенмен жемқорлық фактілері қандай да бір салада бар екені жасырын емес. Ендеше сауал жолдағым кеп тұр. Қандай да бір мониторинг жүргізіп отыратын боларсыздар. Қай салада басымырақ? Мысалы, біреулер білім саласында көбірек тілге тиек етеді. Осы жемқорлық фактілері азаймай отыр. Біреулер кәдімгі сізбен бізге күн сайын етене дәрігерлер қауымының да ала жіпті аттауға құмар екенін айтып үлгерді. Сіз қандай фактіні алға тартасыз? Енді жалпы біз міндетті түрде мониторинг жүргіземіз. Бұл жалпы біздің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңына сәйкес біз міндетті түрде 90 сайын мониторинг жүргізіп отырамыз. Мониторингке әрине қылмыстық қудалаумен айналысатын органдардың мәліметтерін, ресми статистиканы, сонымен қатар осы түскен арыз-шағымдарды да мониторинг жасаймыз. Қоғамның несінде орын алған сауалнама көрсеткішінде біз міндетті түрде зерделеп отырамыз. Енді жалпы бізде қазіргі таңда құрылыс саласы бірінші орында, содан кейін қорғаныс саласы. Мысалы, енді қорғаныс саласында бір басшының жаңағы қызметкерлерін алған жаңағы нелер бойынша жаңағы пара алу фактілері, жаңағы өзінің қызметтен көтерілу, басқа да жаңағы кезектен тыс медаль беру, немесе жаңағы звание беру дейді ғой, енді шен беру, атақ беру. Соңғы кезде алған нелер бойынша мысалға бірден мысалға бірінші орынға шығып кетті, мысалы 15 факті бойынша мысалға қорғаныс істері. Одан бөлек білесіздер, биылдың өзінде әлеуметтік салада да бірнеше орын алды. Мысалға бұл жерде 7 қылмыс бар, сонымен қатар жер саласы бар, ол жерде де бар. Енді білім деп айтып жатсыз ғой, енді білім енді жалпы республика бойынша ол 2-ші орында сыбайлас жемқорлық бойынша. Біздің облыста енді ол былтырғы жылы 3-ші орында тұғын, биыл ол төмендеді. Жалпы мысалға өткен жылы 15 қылмыс болса, биыл 6 қылмыс, яғни біраз 2 еседен де төмендеп отыр. Бұл әрине дегенмен қолға түсіп құрықталғандардың саны бойынша айтып отырған көрсеткіш бойынша. Енді бұл да сыбайлас жемқорлық біз енді мониторинг не үшін жүргіземіз? Бұл бірінші кезекте сол қай жерде салада көп орын алып отыр, соларда біз профилактикалық шараларды көбірек жүргіземіз. Және қоғам ұйымдары бар, бізде білесіздер, арнайы мониторинг топтың төрайымы отыр, Анар ханым.
ана жарқасында ол біздің жаңа қоғамдық бақылау ұйымдарын, жаңа үкімет емес ұйымдарды біз тарта отырып, соларда біз көбірек профилактик шаралар, талдаулар жүргіздік, тиісті ұсынымдар бердік. Сол арқылы да осы жалпы төмендеп отыр бұл салада. Түсінікті. Мынау халықаралық ұйымдардың өзі біз білеміз, осы жемқорлыққа қатысты қандай да бір зерттеу жұмыстарын жүргізіп отыратыны айқын, Бұл тұрғыдан келгенде, Transparency International халықаралық ұйымы осы жыл сайынғы индексінде Қазақстанның 2016 жылғы есепте Иран, Непал, Ресей және Украинамен бірге 131 орында тұрғанын айтса, 2017 жылы 9 орынға жоғарылап, 9 орынға 122 орынға бірақ шыққан мәлімдеген болатын. Ал енді өкінішке орай 2018 жылғы статистикалық мәліметтер не дейді? Бұл жағынан бейхабармыз. Ендеше біздің төрімізде Ержан Қайырұлы Жаров мырза отыр. Сіздің айтатын дерекке құлақ түрсек. Во-первых, сделаны существенные шаги в сфере противодействия коррупции, как отметил коллега, особенно это касается части профилактики, превенции коррупции. Если смотреть на те замеры, которые на национальные замеры, то они как бы свидетельствуют о снижении уровня коррупции. Если говорить о Transparency International, который у всех на слуху, это самый авторитетный и известный индекс, на который как бы обращает внимание на проблему коррупции, то Казахстан, как вы сказали, занял 122 место в этом году среди 180 стран. Хочется отметить, что Казахстан в этом году набрал 31 балл. Это результат 31 балл, который ранее Казахстан никогда не набирал. То есть впервые за всю историю нахождения в данном рейтинге Казахстан набрал такой высокий балл и вышел из категории наиболее коррумпированных стран в мире. Если касательно прогнозов, я хочу вкратце рассказать о методологии этого индекса восприятия коррупции, чтобы примерное понимание было, в чем состоит он. Сам индекс восприятия коррупции, он агрегированный показатель. То есть он сам исследования не проводит, Transparency, он формирует свой индекс восприятия коррупции на основе 9 источников данных, которые проводят другие международные организации. Если смотреть, мы постоянно мониторим эти результаты исследований этих 9 международных организаций, которые нас оценивают. Если говорить, то о прогнозах, то в принципе есть все основания ожидать, что в принципе у нас будет положительная динамика и в следующем году. То есть результат этого года будет положительный. То есть у нас оптимистичные прогнозы. Почему? Потому что по этим 9 исследованиям пока мы наблюдаем, пока по многим из них у нас улучшение идет. То есть у нас снижение уровня коррупции. Түсінікті. Бұл дегеніңіз мынау жемқорлыққа қатысты қолға алынған жұмыстардың нәтиже беріп келе жатқанының бір айғағы есебінде, жаңағы 9 көрсеткіш бойынша біздің елімізде саябырсып келе жатыр. Бұл мынау бүгінгі таңда насихатталып жатқан үлкен ауқымды жұмыстардың дәлелі. Енді жаныңызда Анар ханым отыр. Жалпы сіз осы мониторингтік топтың жетекшісі ретінде арнайы өзіңізде бағамдап, зерделеп жүрген боларсыз. Енді аймағымыздағы бүгінгі таңда түрлі салалардағы осы түйткілді тұстар ма, бәлкім көпшілікті толғандыратын, көптің көңіліндегі күмәнді тұстарға қатысты бір өзіңдік зерделеп айтар пікіріңіз бар шығар. Енді біздің арнайы мониторинг топты 2016 жылдан бастап осы Қызылорда облысында жұмыс атқарады. Бір жылдай аудандар қосылды, аудандарда да мониторинг топтар құрылып, өздерінің жаңағы белсенді жұмыстарын атқарып жүр. Олардың ішінде блогерлар, журналистер, саяси партиялардың мүшелері, өкілдері, қоғамдық ұйымдардың лидерлары, барлығы осындай белсенді азаматтар жұмыс жасап, негізгі біздің арнайы мониторингтің топтың функциясы консультативті және кеңесші орган болып есептелеміз. Біз кеңеспен консультация береміз, және де 2015-2025 жылға арналған стратегияның сыртқы талдауын жүргіземіз. Енді қарапайым халықпен қаншалықты етенесіздер? Біз негізі барлық салаларда, қазір денсаулық сақтау саласында, білім саласында, мәдениет саласында, спорт саласында, барлық салада осы 2016 жылдан бастап ветеринария саласында, сон бар, квазимемлекеттік секторда, барлық секторларда біз талдау жұмыстарын жасадық. Әрине біздің бақылау картасы бар ғой, қоғамдық бақылау картасы. Сол қоғамдық бақылау картасында барлықтарымыз осы арнайы мониторинг топтың мүшелерінің барлығының
телефондарымыз бар, чаттарымыз бар. Соған енді көптеген мәселелер келіп түседі. Ол денсаулық сақтауда да бар, мысалға квота ала алмай жүрген мысалға азаматтар, немесе стипендияға байланысты, немесе жаңағы нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасына байланысты барлық осындай үлкен мәселелерді көтеріп жатқан жағдай бар. Енді күнде деп айтпаймын, бірақ аптасына 1-2 мәселе көтеріліп тұрады. Және сол мәселелер шешімін тауып тұрады ма? Қаншалықты енді нәтижелі? Біз арнайы мониторинг топ енді біз шешім шығарып бере алмаймыз, өйткені біз барлық мәселелерді әрі қарай өзінің құзырлы органдарына департамент арқылы біз жібереміз, ұсыным береміз. Енді осы жылда мысалға біз 77 ұсыным бердік мемлекеттік органдарға әр салада. Сол 77 ұсынымның қазір 4-5-інің уақыты бар, мерзімі бар, өзінің енді мерзім береміз ғой, ал қалғандары бәрі орындалды. Түсінікті. Жалпы сіздердің жасалып жатқан жұмыстарыңыздың айтылып отқан әңгімелеріңізге қарасақ, бұл бағыттағы оң көрсеткіштер басымырақ секілді. Әйткенмен, студиямыздың төрінде отырған Әлбек мырзаның өзіндік айтар пікірі бар. Жалпы бұл кісінің пайымдауынша, қай салада болмасын, жемісінің жалғасқан жемқорлықтың фактілері күн сайын орын алуда. Сізді тыңдаймыз. Армысыздар, қайырлы кеш. Енді бірден өтіп айтпай-ақ қояйық, енді барлық салада бар деп. Негізінен бірақ енді халықпен байланысу барысында халықтың арасында наразылық туындайды. Осындай кейбір жағдайларда енді нақты факт болмағандықтан біз айта алмаймыз. Алайда кейбір жағдайларда жасырын түрде осы жаңа жемқорлық дейміз ғой енді. Болмаса қызметтік бабын асыра пайдалану, сондай туралы ақпараттар келіп жатады. Енді мен өзім университетте жұмыс жасағандықтан көп халықпен байланыс жүргіземіз. Және де әлеуметтік желілерге қарайтын болсақ, осы мәселе тұр. Енді ол қаншалықты нақты, қаншалықты дұрыс екенін айтып баға бере алмаймыз. Оның өзі құзырлы органдар бар, солар баға береді. Алайда қарастыратын болсақ, жай ғана жастармен жұмыс істеген кезде біздің кеше бітіріп шыққан студенттеріміз бар. Оларда жұмысқа орналасу мәселесінде осы өте өзекті болып тұрады. Бір жерге барайын десек, бір жұмысқа орналасқан кезде осы арада көрермендеріміз келісетін шығар деп ойлаймын. Енді жұмысқа орналасу барысында бір орысша айтқанда ставкасы дейді, шляпасы дейді, сондай сұрап жатқан деп, ағай сондай осындай жағдайлар болып жатыр деп тікелей өзім сабақ берген студенттерімнен естіп жатамын енді. Енді бұған келетін болса, мүмкін бұл біздің қоғамымыздың өзіне де болып тұрған шығар. Өзіне әлі кәміл сенімсіз болғандықтан бір сондай бір айналма жолдармен өздері мәселелерін шешу болып тұрған. Сөйтіп жаңағы айтылған жемқорлық дейміз, болмаса сыбайластық дейміз, осындайдың орын алып отқан жағдайларды енді кей жағдайда көріп жатамыз. Мен негізі айтпақ ойым осы еді, бірақ негізі енді қоғамда жаңағы сіздер айтып отқандай, мына әріптестеріміз айтқанда енді жемқорлыққа дейін халықтың көзқарасының уже оң жаққа қарай өзгеру, ол да бір қуантарлық мәселе деп ойлаймын енді. Дұрыс айтып өттің, жалпы қарапайым халықтың арасында қай-қайсысы болмасын, өзінің басына туындаған қандай да мәселе болғанда, соны тезірек шешілгенін, жедел әрі нәтижелі шешілгенін қалап, өздері кейде қандай да бір жемқорлық әрекетіне итермелеп жататын кездер жоқ емес, халықтың арасында. Өзі конверт ұсыну, мен мәселемді тезірек шешіп беріңізші, не болмаса жаңа баласы жұмысқа орналастыру кезінде де тіпті мынау қарапайым ауруханаға жатқызу, дәрігердің өзі менің балама маған дұрыс қарасын деп ақша ұсынады. Әрине беріп тұрған ақшаға пенде дейтін адам кейде тартыншақтамай алып қалатын кездері жасырын емес. Содан барып жаңа сіз айтып отырған ставка дейтін мәселе, жұмысқа орналастырудағы мәселелердің бәріне кейде халықтың өзінің бір сенімсіздігі, бәлкім құқықтық сауатсыздығы ықпал етіп жатыр, иә? Мысалға алатын болсақ, қазіргі азаматтарға арналған үкімет деген құрылым бар, мысалы қарапайым халыққа түсінікті болушы сон. Егер электронды жаңағы кілт алсақ, ешқандай да сонға барудың қажеті жоқ, барлық қызметті үйден отырып қабылдауға. Бірақ біздің халық әлі үйреніп қалған, сол жаңағы жерден, алыс жерден сонға барып, сондай бір құжат рәсімдейді. Ортада бір делдалдар келіп кетуі мүмкін. Оны енді жасыра алмаймыз енді. Ортада бір делдал келіп, мен саған қызметті көрсетейін, бір тездетем, жеңілдетіп. Біздің халқымыз да соған алданып қалатын бір несі бар. Егер де мысалы үкіметтің беріп тұрған мүмкіншілігін пайдаланатын болса, ол мәселе ешқандай да бір күн тәртібінде тұрмайтын мәселе еді. Бұл мәселе мынау кәдімгі пәтерге қол жеткізу, жер алудың кезінде өзінде, электронды гов ашық сайты болғанның өзінде біздің халық әлі де таныс тамырыз дейді, әлі де біреуге ақша ұсыну арқылы маған тезірек кезегімді жақындатып берсең деген мәселемен біздің хабарға бірнеше алаяқтық фактілері орын алған адамдар хабарласты. Алданып қалған, қолындағы соңғы тиынын санап берген дегендей. Бұның барлығы біздің халқымыздың әлі құқықтық сауатсыздығы, өзінің мүддесіне қатысты қандай да қызмет көрсету саласындағы мүмкіндіктерді оң пайдалана алмауының
бәлкім ықпалы, иә? Жалпы қызметке тұруға қатысты енді фактілер бар енді. Ол былтырғы жылы мектеп директорлар да сол бойынша құрықталды, мысалға жұмысқа қабылдаймын деп. Иә. Сонымен қатар мынау кәдімгі жолдама бар ғой, мысалға. Сол бойынша да, мысалға, жолдаманы алуға үшін де пара сұраған нелер бар. Мысалы, әлеуметтік салада орын алды дедік қой, сол мысалға жұмыспен қамту орталығының директоры да, мысалға, ол жерде бір тәрбиеші болады, қарапайым қарауыл болады, жұмысшы болады, сол жерге жұмысқа тұруға направление бар, жолдаманы алу үшін. Соның жолдаманың өзі жалпы ол электронды түрде болса, жаңа әріптесім дұрыс айтты, электронды түрде болса, бұл жемқорлықтың несі азаятын еді. Енді сол бағытта біз ұсыныстар бердік. Осыны енді мысалға жалпы қай жерде ашықтық, жариялық бар, ол жерде жемқорлық төмен болмайды, төмен болады. Енді мен өзім ойлаймын, коррупциялық жемқорлық тәуекелдері ең бірінші адамның өзінің білімсіздігінде. Білімсіз адам болса, ол әр нәрсеге келісе береді. Мысалға, Берікбол Закович айтып отыр ғой, мысалға, колледждердің біз талдау жасаған кезде көп жағдайда жарты ставкаға көп адамдарды ала беріп, сондайда біз мысалға сондай мәселе көтердік. Ол адамдармен енді кездесіп, оған неге келісесіздер, ол енді сіздердің отбасыларыңызда сұрауға ол жетпейді ғой десе, әйтеуір енді қазақша айтқанда мұрнымды тықсам болды, сол жерге, сол орынға әйтеуір менікі болса болды деген ұғым бар. Біздің енді білімсіз адам, ол ең төменгі мүмкіндіктерге келісе береді. Ол да проблема бар. Халықтың жалпы кейде өз-өзін бағаламай жатуы, өзіне өзі өте төмен баға береді. Қалай болса, әйтеуір сол жұмысқа кірсем, әйтеуір сол ілініп кетсем деген бір үлкен немен, қағидамен жүре береді. Жалпы бүкіл әлемде осы жемқорлықпен күреске байланысты әрқайсысы өзіндік әдіс тәсілдерді қолданып, әрқайсысы өз қал-қадірінше күресуде. Дегенмен бір елдерде бұл көрсеткіш өте нәтижелі, ел шын мәнінде дамыған елге айналып жатқандары бар да, бәз бір елдерде әлі де мынау бармақ басты көзқысты әрекеттер жойылмай отыр. Біз қысқаша бейнесюжет әзірлеген едік, бір сәт соған құлақ түріп алсақ, көз жүгіртіп. Малайзия елі өзінің қысқа ғана тарихында аграрлық елден халқының әл-ауқатын үнемі көтеріп отыратын дамыған елге айналған бірден бір мемлекет. Малайзиялық сыбайлас жемқорлыққа қарсы академиясы осы саладағы тұңғыш институт ретінде 2005 жылдың желтоқсанынан жұмыс істеп келе жатқан агенттіктің бір бұтағы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлеуетті көтеру бойынша әлемдегі ең үздік тәжірибелерді зерттеп, қолдануын бақылаған, мониторинг жүргізген бұл елде әкімшілік сыбайлас жемқорлық бүгінгі күні жойылды деп айтуға толық негіз бар. Екінші орында Ресей. Ресейдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің көп ғасырлық тарихы бар. Бұл елде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті князьдар, патшалар, императорлар, бас хатшылар, премьер-министрлер, губернаторлар жүргізген. Ал Крылов, Пушкин, Некрасов, Гоголь сынды атақты қаламгерлер жемқорлықтың жексұрын сипатын өз шығармаларында мейлінше көрсетуге атсалысқан. Алайда аталмыш елдің саясаты әлі күнге жемқорлық пен парақорлықтың үстемдігімен күресуші елдердің қатарында. Эстония. Эстония мемлекеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша көшбасшы елдің бірі. Бұл елдегі реформалар орасан зор күштің арқасында теңгерілген бюджетке қол жеткізуден басталды. Бүгінде Эстониядағы экономикалық өсімнің тұрақтылығы, төмен пайыздық мөлшерлемелер, қадағаланатын инфляция, сыртқы инвестициялардың ағымы Еуропада өзінің тұрақтылығымен және сақтылығымен талайды тәнті етіп отыр. Финляндия. Финляндияда ешқашан сыбайлас жемқорлық туралы арнайы заң немесе оны қадағалайтын органдар құрылмаған. Сыбайлас жемқорлық қылмыстықтың бір бөлігі ретінде қарастырылып, заңның нормалар мен басқа да бақылау жүйелерінің барлық деңгейлерінде реттеледі. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары азаматтық бақылаудың тиімді құралы рөлін атқарып, сыбайлас жемқорлық туралы фактілерді толығымен елге жария етіп отырады. Бұл ел үкіметі бұқаралық ақпарат құралдарына үнемі назар аударып, жауап қайтарып отыратын бірден бір ашық мемлекет. ақш заң шығару құралдары арқылы сыбайлас жемқорлыққа түбегейлі күрес жүргізудегі батыл саясатымен ерекшеленеді.
Бұл елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңы федералдық қылмыстық заң және де бөлек штаттардың қылмыстық кодекстерінен тұрады. Мысалға, бұл елдегі сақтандырылған кез келген банктың лауазымды тұлғалары, директорлары немесе жалданған қызметкерлері банк инспекторына несие немесе шайыппұл ұсынса, оның өзі қылмыс деп есептелініп, оларға $5000 дейін айыппұл салынады екен, немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Егер банк инспекторлар ұсынған несиені немесе шайыппұлды алатын болса, оларды да дәл осындай жаза күтіп тұр. Бұл тыңдағанымыз әлем елдері бойынша аз ғана біздің тілге тиек еткен мысал. Сондай-ақ біз білеміз, Непал мемлекетінде халықаралық әуежайларда қалтасыз шалбар деген қағида жүзеге асады екен, яғни кез келген қызметкердің, әуежай қызметкерінің өзі қалтасыз шалбар кию арқылы сол жемқорлыққа қарсы бір күрестің алғышарт есебінде күн кешеді екен, яғни қалтасы болмаса, қалтасына салынатын тиын да болмайды деген қағида ұстанады. Енді біздің елімізде де қандай да бір әдіс тәсілдері қаралып жатыр. Күні кеше елбасы өз жолдауында осы жемқорлықтан ада өңірлер жаңағы категориясын жүзеге асырып, Астананың тәжірибесін таратуды ұсынды. Бұл тұрғыда сіздің, Ержан мырза, айтарыңыз бар шығар. Енді жаңа әр өңірді байқап отырсыздар. Действительно, сейчас и на заре формирования реализации антикоррупционной политики современной использовался зарубежный опыт активно, и сейчас используется. На мой взгляд, наверное, многие со мной согласятся, период вот именно заимствования и зарубежного опыта, мне кажется, уже подходит к концу. Нужно опираться на собственные решения, собственные разработки. Благо, они у нас сейчас есть, много примеров. Допустим, последний из примеров — это интерактивная карта общественного контроля, которых аналогов нет в мире. То есть вот она буквально стартовала, запущен проект буквально в сентябре месяце текущего года. Основная задача, которая является создать новые механизмы общественного контроля за расходованием бюджетных средств. И сейчас тут наметилась такая тенденция, что многие зарубежные страны проявляют живой интерес к казахстанскому опыту уже. Есть такие, да, и в частности развитые страны. Вот недавно делегация из агентства была, допустим, в Австрии, в Вене, презентовала свой опыт, и у них у многих представителей был живой интерес именно в части в цифровых решений, которые мы используем и в противодействии коррупции. Да. Ержан мырза, әлде жалғастыратын боласыз, желіде көрермен тосып тұрған екен, тыңдап көрсек пікірін. Алло, тікелей эфирдесіз, сөйлеңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен бұл жемқорлықты Қытайдың методын алмасақ, біздің Қазақстанда жемқорлықты қойдыра алмай шығар, себебі мен көп осы кәсіпкермін, көп салада жұмыс істеймін, барған жердің бәріне жұмысымызды бітіріп, тапсырылған нәтижені көрсетіп отырсақ та бірдеме дәметіп отқандай болады да тұрады. Сондықтан менің ойымша бұл жерде бір заңды күшейтіп, анау штраф салады, түрмеге қамайды, одан шығады. Түсінікті. Жалпы Қытай елінің тәжірибесін қолға алған жөн шығар деген пікірді айтып үлгерді. Қысқа нұсқа айтыңыз. Енді Қытайдың үлгісін ала алмаймыз. Біріншіден біз бар болған 18 миллион халықпыз, екіншіден Қытайдың халықтың салына келмейді. Одан кейін енді біздің қазақ қай заманда да болмасын, ондай қатаң түрде жаза қолданбаған болды біздің тарихымызда. Соны айта кеткім келген негізінен қысқаша. Енді жалпы толықтырып өтейін, енді жалпы мынау қысқа нұсқа сөйлесек, әрқайсымыз тікелей эфирдегі уақытымыз. Өлім жазасы дейді ғой, аса ауырларға. Енді жалпы бізде Қазақстанда дамыған демократиялық елдердің қатарына кірген елдердің ішінде ол жалпы өлім жазасы ол көбінесе жерде қолдана бермейді. Жалпы бұл Қытайдың өзі де сол қатаң неменде ол жемқорлықты бір төмендетті деп айтуға болмайды. Мысалы, қанша жаңа елдер бар, дамыған, ешқандай өлім жазасы да жоқ, несі де жоқ, бірақ осы жемқорлықты жеңген. Бұл жерде бұл жалпы адамның санасын, мәдениетін, менталитетін өзгерту керек. Түсінікті. Енді жаңа мен тілге тиек еткен, мынау елбасы кеше жолдауда атап өткендей, осы жемқорлықтан ада өңірлерде де солардың практикасын тарату керек десек, жаңа алғы орындарда мынау жемқорлықпен көзге түскен Ақтау, Атырау, Алматы қалалары десек, біздің облыс бұл кезекте сәл төмендеу екен. Енді сіздер, мынау Ержан мырза, қысқа нұсқа айтып өтсеңіз, бұл бағытта қандай бір жұмыстар осы өңірлерді салыстыру арқылы бір қолға алмақшысыздар алдағы уақытта? Да, мы сейчас используем многие наработки. Сейчас вообще в
центре, который мы сейчас исследуем, Центр исследований по противодействию коррупции, который создан по инициативе ОСР, который находится в структуре Академии, как бы занимается этими вопросами активно, проводит исследования и тоже уже на основе этих исследований как бы разрабатывает рекомендации практического характера и направляет в агентство для их последующего рассмотрения и реализации. То есть и в части вот региональных тоже, в разрезе регионов тоже мы как бы отслеживаем ситуацию, мониторим тоже как бы и с учетом специфики каждого региона тоже как бы стараемся и как бы найти вот именно ту золотую середину, которая будет как бы наиболее оптимальна для именно условий. Түсінікті. Біздің студиямызда өзге де меймандар отыр. Олардың әрқайсының аталған тақырыпқа қатысты өзіндік айтар ой пікірі бар. Микрофонды қолға алып, мархабат, әрқайсыңыз аталған тақырыпқа қатысты пікірлеріңізді айтыңыздар. Шернияз мырза. Армысыздар, есімім Сойым Шернияз Жалғасбекұлы, Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің студенті. Айтқым келген нәрсе, бұл мәселені үлкен қылып қарап отқан себебіміз кішкентай қателіктерді ескермеуден шығып жатыр. Айтқым келгені мектептердегі олимпиадалардың ақша арқылы шешілуі, болмаса кей оқу орындарындағы сессиялардың ақша арқылы шешілуі бізді үлкен қаржыларға деген сыбайлас жемқорлықты көріп таңдандыруға әкеліп жатыр. Енді бұл тұста менің айтатын ойым, меніңше маман дайындаудан бастау керек сияқты, сапалы маман дайындаудан. Яғни бұл жерде жастарға басым көпшілік назар аудару керек. Бұл тұста біз жастар өз үлесімізді қосып жатырық деп білем. Өйткені университетімізде бізде сапалы ұрпақ клубы бар. Болашақ университеті Ақмешіт институтына ортақ клуб. Негізгі қызметі осы сыбайлас жемқорлықты жастар арасында бұрыс бағыты ретінде көрсете білу. Және де қоғам пікірін қалыптастырушылар деп танитын дебатер бар, Ақиқат саяси дебат клубы. Осы тақырыптарды жиі қозғап жүрміз. Тіпті мемлекеттік қызметкерлермен бірігіп, осы елордамызда болған үлкен турнирге де қатысып келдік. Айтқым келген дүнием жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Қадірлі көрермен, біздің хабарды көріп отырған болсаңыздар, тақырыпқа қатысты қандай ой айтасыздар, жемқорлық турасындағы сіздің қағидаңыз қандай? Қоңырау шалыңыздар, бізбен етене болыңыздар. Мына жігіттің сөзімен шамалы келіспеймін. Өйткені қазіргі олимпиадаға байланысты, басқаға байланысты, енді мектептегі де айттыңыз ғой. Мен 4 баланың анасымын. 2 балам мысалға көп олимпиадалардан бас жүлде алып келді, басқа халықаралық олимпиадаларға, осы Қазақстанның ішіндегі республикалық олимпиада, оған енді мен мысалға оған ат салыстым, немесе жүгірдім, жаңағы оған тиын тебен бердім деп мен айта алмаймын. Өйткені жүлдегерлерді көрдім, әр қайсысы келесі болашақтағы көсем, болашақтағы лидер, сондықтан өйтіп айтуға болмайды ең бірінші. Екінші, қазір енді біз кеше ғана осы төңіректе үлкен бір бізде диспут болды да, қазір байқап отырсаңыздар, енді ол анализді былай ресми түрде анализді ешкім жасаған жоқ, байқап отырсаңыздар, қазір мына отличник дейміз ғой, үздіктердің саны өте азайды. Мектепте де, университеттерде, сол мен мысалға өзім енді осы коррупцияның несінде жүргенде оның бір себебі мектепте, университеттерде коррупцияның төмендеуі деп мен білемін. Мысалға ЕНТ-да да қандай бір үлкен проблемалар болды, коррупцияда да жоқ болған жоқ ол жерде. Олда да қазір жақсы, енді ол білім министрлігі оны қолға алып, үлкен осындай тәуекелдерді жойып, үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан барлығы мысалға олимпиадаларға қатысты сатылады екен, немесе ондай біреу қазір ол жерде тәуекелдер бар деп айта алмаймын. Жалпы сіздің айтқыңыз келгені шын мәнінде білімді, жаңа халықаралық деңгейдегі тіл білетін, ізденімпаз, ғылыми деңгей жетілген адамға әділ, төреші. Мен өзім ойлаймын, өткені мен неше жылдан бері осы төңіректе көрдім, ондай мен мысалға... Микрофонды қолыңызға алыңыз. Коррупциялық... Ләззат Қаржаубаева, заң ғылымдарының кандидаты. Майлыбай қыз, айта беріңіз. Мен Анарханмен қосыламын. Себебі өзім уже 2 жыл болды. Облыстық деңгейде құқық пәнінен олимпиадаға өзім төреші болып қатысып жатырмын. Бізге балдар келген кезде біз кім екен, не екен біз білмейміз. Таза балдардың еңбегін жаңағы бағалауға тырысамыз. Және бізде ең бастапқы мақсат мынау жас келіп отқан жас ұрпақтың оның мынау өмірге деген көзқарасын құртпау үшін
әділ болған, өткен балдар қазір бәрін көріп біліп отырады. Және солардың біз болашағын бұзбау үшін біз мүмкіндік бойынша өз басым қасымдағы қосылған әріптестеріміз бар, біз таза. Және ол олимпиада біткеннен кейін жаңағы оқушылардың алдарына шығып, өздерінің толық таза айтып, және сол жас өспірімнің көзіне тіке қарап, өйткені олар біздің болашағымыз, олар біздің балдарымыз, бізге үміт артып отырады. Сол нәрсені біз қолға алып келе жатырмыз. Енді мен жаңа қосқым келіп отырған, бәрлеріңізді тыңдап отырық. Бізде жалпы құқықтық сана мен мәдениетті жоғарылату және тәрбие беру. Тәрбие берген кезде бізде тәрбиені кім береді? Ата-ана береді. Мысалы, өзім 18 жылдан бері жоғарғы оқу орнында жұмыс істеп келе жатырмын. Мысалы, біз студентке оқып кел деп қайтарып жіберсек, әке-шешесі келіп ақшасын алып келеді, подаркасын алып келеді, мен баламды. Біз ол баладан ондай сұрап отқан жоқпыз. Біз баладан білімді талап етеміз. Өкінішке орай бізде ата-анамен де жұмыс істеу қажет шығар деп ойлаймын. Отбасындағы тәрбие кейде кемшін, осы бағытта. Отбасында да кейде бізде отырып, мысалы, өтірік емес, мектепке ақша бердік, садикке мынанша ақша бердік деп, кішкентай балдардың ортасында ата-ана отырып, оны жасырып, мысалы, біз бұрын әке-шешеміз әңгімелесіп отқанда біз отырмайтынбыз. Ал қазір 5 жастағы, 10 жастағы балдар әке-шешесімен дастарханда отырып әңгіме ашық болады. Осындай нәрсе ол дұрыс емес деп ойлаймын. Біз өзіміз балдарымызды тәрбиені беріп, және егер мұғалім дұрыс емес деп атса, қазіргі мысалы бұрын біз әке-шешеміз мектепке бір нәрсе десе, өзің кінәлісің дейтін. Қазір ата-ана жетіп келеді, мен балама неге сөйлейсің? Ол мен жалғыз балам, сен неге түртесің, неге жұмысқа саласың дейді. Ал ол сол дұрыс емес. Неге? Өйткені мысалы Японияда уборщица жоқ мектепте. Өйткені балдардың өздері тазалайды. Олар еңбекпен бірге өседі. Егер біз еңбекпен балдарын өсіретін болсақ, біз өзіміз қазақ халқымыз ғой, қазақтан біздің атадан қалған мынау еңбекпен тәрбиелеу деген ол үлкен. Сосын барып мынау ұстазды қазір өкінішке орай біздің қоғамымыз мынау соңғы 10-15 жылдың ішінде ұстаз мәртебесін төмен түсіріп жатыр. Бір нәрсе болса ұстаз кінәлі, бір нәрсе болса университет деп. Мен кінәлі жақтары бар, өкінішке орай мен оны жоққа шығармаймын, бірақ негізінен егер біз ата-ана болып ұстаздар болып, балдарға дұрыс тәрбие беріп, оның ортасына дұрыс берсек, онда біз бүгінгі мәселеміз шешіледі. Дұрыс айтты, жалпы қоғам болып атсалысу қажет. Жаныңызда қазір сөйлеп үлгерсін Берік мырза, сосын сіздерге де айтыңыз. Не айтасыз? Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің есімім Қанзада Алтынай. Қазақстан студенттер альянсының Қызылорда облысы бойынша көшбасшысымын. Жалпы Қазақстан студенттер альянсының мақсатының бірі осы студент жастарды осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінезін қалыптастыру. Осы орайда қазіргі таңда біз қараша айында қалың қалай студент жобасын өткіздік. Оның жалпы мақсаты осы облысымызда орналасқан жатақханалардың тұратын студент жастардың тұрмыс тіршілігімен танысу және де сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу және түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Ол жақта жатқан студенттермен танысу болып жүргізілді. Жалпы Қазақстан студенттер альянсының негізгі мақсаты. Осы орайда бізде тек қана бұл жоба емес, тек жалпы облыстық жастар ресурстық орталығымен бірге отырып осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты вайндар, видеороликтер, түсіндірме жұмыстарын жастардың арасында кең ауқымды түрде жүргіземіз. Жаңа біз жастардың жемқорлыққа қарсы екенін білдіргіміз келеді. Жастар яғни жемқорлыққа қарсы ол облысымызда, республикамызда ол оң нәтижесін беріп жатыр. Осы Қазақстан студенттер альянсы. Сіздің ойыңызша, сіздің қатардағы замандастар, мынау орта буын демейміз, жастардың буыны пара беруге ешқандай қарсы. Өзіне сенеді, өз күшіне, біліміне сенеді. Сіздің айтарыңыз біліміне, күшіне, өзінің азаматтық борышына сенеді. Түсінікті, тамаша. Жалғаңыз қысқа нұсқа әрқайсыңыз. Мен жаңағы апайларымыздың пікірін құрметтеймін. Әрине мен де бірақ айтқаннан кейін белгілі таңда бір дәйектерге сүйеніп барып айтамын. Жаңа ағайымыз керемет айтып кетті, мұны 100% бар, болмаса 100% жоқ деп айтудың қажеті жоқ. Қазақ айтады, таяқтың екі ұшы бар дейді. Мүмкін мына жағында бар болса, мына жағында жоқ шығар. 5 саусақ бірдей емес деп жатамыз. Мен де мектеп буынынан өте алыс кетіп қалған адам емеспін. Әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Белгілі таңда өзімнің таныстарым сондай құйтырыққа барылып, сондай нәрселерге кездесіп жатқаннан кейін айтамыз. Егерде ол жоқ болатын болса, сыбайлас жемқорлық ешқандай салада жоқ болатын болса, біз бұл бағдарламада отпасек, мүмкін сіздерге ондай нәрселер көрінбейтін шығар. Мен ойлаймын, бұл жерде студияда отқан адамдар сыбайлас жемқорлыққа бармайды. Ондай жерге баратын адамдардың бұндай студияға келіп, бұл пікірін білдіруге ондай ара жібермейтін еді. Көрермен желіде тосып тұр, бізді тыңдап көрсек, алло.
Тікелей эфирдесіз, сөйлеңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қазіргі елімізде қолданып жатқан шаралар қаншалықты уақыттан кейін нәтижесін береді деп ойлайсыздар? Және елімізде енендеп кеткен тұрмыстық көріністегі сыбайлас жемқорлықты қалай жоюға болады деп ойлайсыздар? Рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға. Бүгінгі жасалып жатқан қадамдарыңыз қанша жылдан кейін жемісін береді деп ойлайсыздар деп сұрады. Меніңше. Енді жалпы мынау білесіздер, біздің еліміздің 2015-2020 жылдарға стратегиясы бар. Елбасымен қабылданған. Бұл стратегияда бірнеше бағыттар бар. Соның ішінде осы тәрбиеге де үлкен мән берілген, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Соған байланысты бізде жалпы жас ұрпақты тәрбиелеуге де үлкен мән берілді. Яғни мектептерде адал ұрпақ, жаңа жастарымыз айтып жатыр, университеттерде де, колледждерде саналы ұрпақ деген жаңа нелер бар, клубтар бар, солардың үлкен белсенді жұмысы жасалып жатыр. Жалпы Машқұр Жүсіп бір өлеңде айтады ғой, шығады асыл тастан, өнер жастан, тәрбие тәуір болса, әуел бастан деп. Яғни бұл тәрбие үлкен маңызды мәселе. Әрине. Енді жалпы бүгін болмағанмен ертеңгі жастардың келешегі кемел екеніне сенеміз, өйткені таза, жаңағыдай парасыз, жемқорлықсыз болашақ оларды күтіп тұр деп біз де сенгіміз келеді. Егер де біз мысалға жалпы адамның ағзасы үшін қатерлі ісік қанша қауіпті болса, кез келген елдің мысалға, кез келген елдің болашағы үшін тәрбиесіздік жалпы бұл үлкен қатер болып табылады. Сондықтан да біз балаларды тәрбиелеуге, адалдыққа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға тәрбиелеуіміз керек. Жастайынан тәрбиелеуіміз керек. Мысалға, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік деген не? Мысалға, қағида. Қандай, ол не? Қалай түсінеміз оны? Әрине, әрқайсымыз асханада отырып, өзіміздің үйімізде отырып, ой, анау жемқор екен, мынау жаңа пара алады екен, ана жерге бара алмайды екенсің, мына жерден өте алмайды екенсің десек, әрине ол ешқандай бізде қоғамда өзгеріс болмайды. Мысалға, сіздер, мен өзім енді әлеуметтік желілерден енді көретін шығарсыздар, негізі топтың жұмысын және өзімнің пікірлерімді өте жиі айтып тұрам. Сондықтан мен өзім ойлаймын, әр адам осындай жағдайды көрген, естіген адам оны халыққа жеткізу керек деп. Ол ешқандай да бір сатқындыққа, басқаға ол жатпайды, бірақ әр адам өзінің азаматтық позициясын жеткізіп отырса, өзінің белсенділігін осы салада көрсетсе, әрине біз өзгереміз. Мен енді жаңа сұрап жатыр ғой, мен өзім ойлаймын, бір 5-10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін біздің қоғамымыз жаңа қоғам болады. Өйткені жастарымыз міне қандай ақылды жастар, белсенді жастарымыз қазір. Мына әлеуметтік желілердің де үлкен пайдасы бар. Қазір бір проблеманы үйде тығып қою, ешқандай жасырып қою, ешқандай мүмкін емес. Барлығы ашық. Сондықтан осындай ашықтықты пайдаланып, біз осы жемқорлыққа қарсы жұмыстарды жүргізе беруіміз керек. Мен өзім ойлаймын, 5-10 жылдан кейін біз мүлдем басқа қоғам болады. Дұрыс. Жаңа не бар ғой, жалпы Анарханмен қоштап өтім келеді. Мысалға, шетелде мысалы дамыған, жалпы халықаралық рейтингте мысалы ең дамыған елдерді қарап отырсақ, оларда азамат ұстанымы қандай? Ол жерде өзінің ағайыны болсын, көршісі болсын, қай жерде қылмыс орын алып жатсын, жемқорлық орын алып жатсын, бірден хабарлайды. Яғни біздің халық соған үйреніп келе жатыр. Бұны неден келдіріп болады? Мысалы, жалпы статистикалық мәліметтер қарап отырсақ, бізде республика бойынша колл-центр бар, 1424 сенім телефонына. Қазақстанда хабарласқандардың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Соның ішінде сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша да анықталған нелерде өсіп отыр. Мысалға, биылдың өзінде 10 айда 18 мың осы колл-центрге қоңырау шалған. Былтырғы жылдан 6 пайызға өсіп отыр. Солар бойынша, мысалы 18 мыңнан 17% бойынша сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша. Яғни олар бойынша нақты уже қылмыс істерде қозғалып отыр. Яғни сондықтан да біздің жалпы менталитетімізді неміз өзгертіп, сыбайлас жемқорлық фактілері болса жасырып қалмай, оны айтуға біз әрқайсымыз атсалысуымыз керек дейсіз. Жандос мырзаның айтары бар. Жалпы өзім мынау көптеген халық көп шырылатын орындарда, қоғамдық қабылдауларда боламын. Жалпы мына сыбайлас жемқорлық тек қана материалдық құндылықтармен ғана бағаламауымыз керек. Біз көп жағдайда тұрғындар өздерінің шағымдарын мемлекеттік мекемелерге өтініштер береді, енді ұсыныстар, пікірлерін, шағымдарын, арыздарын былай жалпы айтқан кезде. Соны дер кезінде мемлекеттік мекемелер тарапынан
дұрыс уақытында қаралмауы, болмаса берген өтініштерге бұрмалау, сыбайлас жемқорлық көріністері бар сипаттағы жаңағы көріністер тудыратын мәселелерді айтқан өзінде де нақты шешімнің ұсыныстың берілмеуінен жаңағы қынжылатын тұстары бар тұрғындардың. Сондықтан мына жерде енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, жаңағы мектептен жаңағы сонымен қатар жаңағы университетте жаңағы тәрбие тәрбие жұмыстарын күшейту керек деп меніңше балабақшадан біз осы сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша тәрбие сағаттарын күшейту керек деп мен ойлаймын. Өйткені білім саласындағы тәрбие сағаттары адал сатылмайтын еңбек жөнінде, жаңағы еңбек еткенде тәтті нанның келетіні жөнінде балабақшадан бастап біз тәрбие жұмыстарын күшейтсек, сонда бала өскен ұрпақ ол жаңағы еңбекпен келетін нанның тәтті екенін білетін болады деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да бар, біздер аудандарда тұрғындармен кездескенбіз, сонда көп жағдайда білім саласында ставка дейді ғой, жаңағы сағат санының белгілеуіне байланысты көптеген мәселелер тіреледі. Бір мектепте мысалы 18 физрук бар мысалы. Ол біздің кезімізде 1210 мектепте оқыдық, 4-5 ғана физрук болатын. Қазіргі кезде бір ставканы 0,25-тен 0,5 ставкамен мысалы көп жағдайда алады. Бір осы қоғамдық қабылда бір кісі келді, еден жуушы екен, 5 жыл болды 0,25-пен жұмыс жасайды екен. Бірақ жұмысым талап ететін мектеп басшысы азан кешкенен дейді мысалы. Алатын 20 мың теңге. Сонда біз араластық бұл мәселеге. Неліктен ол жаңағы сыбайлас жемқорлықтың бар көрінісі туындап тұр. Мысалы қанша бос орын тұрғанмен, бірақ мектеп басшылығы бұл жаңағы белден басып отырған жөнде. Ол дер кезінде сол уәкілетті органмен қабылданып шешім неғып ставкаға заң шебінде жаңағы аударылды былай айтқан кезде. Сондықтан халықтың ортасында көп шығуымыз керек, біз халықтың мұны көп бұл жағдайда. Сонымен қатар уақытылы халықтар өзі өтініштерін бере ма, электронды үкімет порталы бар қазіргі кезде. Уақытында мемлекеттік мекеме тарапынан дер кезінде осы олардың конституциялық құқықтарын шектемей, дер кезінде жаңа өтініштерін қарап берсе, құқықтық сауаттылығын кез келген адамның әр күн сайын арттырып отырғаны жөн ғой, ол өзі үшін тиімді. Енді біз сондай-ақ білеміз, мынау пилоттық жобаның біздің өңірімізде де жүзеге асып жатқанын, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің бойынша жалақыны жоғарылату арқылы, бас мамандардың жалақысын жоғарылату арқылы осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, яғни бас маманға 200 мың көлемінде жалақы ұсыну арқылы болашақта бұл жоба нәтижесін берсе, кез келген қызметкер пара алуға емес, өзінің ісіне адал болуға тырысады деген қағиданы ұстанып отырсыздар. Бұл тұрғыда айтарыңыз бар ма? Қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Енді жалпы бұл айтады ғой, Сингапурдың методы, жалпы ол жақта ең жалақы жоғары мемлекеттік қызметшілер, ол Сингапур елінде. Енді жалпы бізде қазір пилоттық жоба ретінде біздің агенттік, Маңғыстау облысының әкімдігі, Астана қаласының әкімдігі және әділет министрлігінің орталық аппараты осы пилоттық жоба ретінде қазір өтіп жатыр. Енді бұны кеше елбасы жолдауында айтып өтті. Бұл нені 2019 жылы жалпы бүкіл мемлекеттік қызметшілерге енгізу. Әрине сіз толғанған, сіз айтқаны дұрыс. Мемлекеттік қызметшілердің жаңағы материалдық жағында жоғарылатқан дұрыс. Бұл бір жағынан енді сыбайлас жемқорлықты төмендететін шығар, бірақ енді ең бастысы бұл жалпы мемлекеттік қызметке бәсекелестік арқылы білікті мамандарды тарту. Яғни мемлекеттік қызметке деген қызығушылықтарды арттыру жастардың арасында. Енді мысалға бізде білесіздер, бір жылдары бізде мемлекеттік қызметшілердің айлығы төмен болғаннан кейін мемлекеттік қызметке қатысушылардың саны өте аз болып кетті. Мысалға бір конкурс шығарады, оған бір адам тапсырады, немесе 2 адам тапсырады. Ал енді қазіргі таңда осы пилоттық жоба жүріп жатқан Маңғыстау облысында 60 адамға дейін, бір орынға 60 адамға дейін. Яғни бұл 60 адам ішінен ең білікті нені іріктеуге мүмкіндік береді. Жалпы елбасының сөзі бар ғой, қазір жаңағы біліктің кезеңі заманы емес, білімдің заманы деп. Сондықтан да осы білімді жастарды біз тарту мақсатында осындай айлық жалақысын жоғарылату жобасы қазіргі таңда алып жатыр. Сонымен қатар адалдық сыбайлас жемқорлықтың ада облыстар деп қазіргі таңда жоба бар. Бұл да 2019 жылы ол да жүзеге асатын болады. Қазіргі таңда пилоттық ретінде Астана адалдық алаңы деп өтті. Бұнда да бірнеше жоспарлар бар. Қазіргі таңда ол облыс әкімдігімен бірлесіп бұл уақытта жұмыстар жасалып жатыр. Енді бізге осы хабар шығады дегенде бірнеше қала тұрғындарынан да біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға жекеге хаттар келген. Соның ішінде жаңа сіздер айтып отқанмен өкінішке орай білім саласында, денсаулық сақтау саласында әлі де күн сайын осы жемқорлықтың фактілері орын алып отыр екен. Мысалға
медицина саласында ауруханалардағы қарапайым ота түрлері жасалатын әрқайсының өзінің ставкасы бар, 50 мыңнан, және де мынау анестезиолог врачтарға беретін, дәрігерлерге беретін 10 мыңнан ставкасы бар деген тілге тиек етті. Мұғалімдер мектепке орналасу, қала мектептерінде 500 мың көлемі, ауыл мектептерінде 300 мыңның көлемінде екен, қызымды баламды орналастыра алмай отырмын деген ата-аналардың, қарапайым халықтың әңгімелері бізге жетіп жатыр. Бұл тұрғыдан келгенде, енді сіздер осынау сыбайластықпен күрес басқармасы департаменті ретінде алдағы күндерде біз қолға алады, әлі де болса бұл бағыттағы тексерістерді зерделей түседі деген бізде сенім бар. Енді Әлбек мырза, мен сіздің көбірек сөйлегеніңізді қалап отырмын, өйткені бір белсенді ой айтып жүрген адамның бірісіз. Енді негізінен келген кезде біздің қазіргі қоғамымыз баяғы француз ағартушыларының Жан-Жак Руссоның қоғамдық келісім негізінде отыр, общественный договор. Ол дегеніміздегі әрбір Қазақстан азаматының өзінің құқықтары бар. Және де табиғи құқықтар бар, сосын әлеуметтік құқықтар бар. Табиғи құқықтар өмір сүру, тіршілік ету, әлеуметтік құқықтарымыз жаңағы еңбек ету, жаңағы меншік иесі болу деген мәселелер келеді. Осы арада меншік иесі болу үшін біз бір меншікті болу керек, соны қорғау керекпіз. Енді тікелей біз қазір зайырлы демократиялық қоғамда өмір сүргенде бұл құқығымызды қорғауды мемлекетке бердік. Мемлекет тарапынан біздің құқығымызды қорғау керек. Енді не себептен осындай факт болған кезде біздің халық сол құқығын қорғату үшін құқық қорғау органдарына бармайды деген сұрақ келеді. Біріншіден жаңағы осындай болып жатқан жайттарды мен де бейхабар емеспін, енді осындай туралы естіп жатамыз. Осы мақсатта біздің халқымыз өзі ынталы түрде, егер де сондай болған жағдайда, жаңа біреудің жанама түрде болмаса тікелей түрде сыбайластыққа шақырған болса, бірден барып сол құзыретті органға барып шағымдану керек. Ол бір. Екіншіден, тағы да қарастыратын мәселе бар, жаңағы мысалдарына келетін болсақ, көптеген елдер мысалын айтып кетті, Израиль елі айтылады. Израиль елінде мысалы полиция қызметкерлері, құқық қорғау орган қызметкерлері пенсияға шыққаннан кейін Израиль көлемінде кез келген жерден жылжымайтын мүлік дейміз, үйді алудың 80%-ін мемлекет береді. Қалған 20%-ін жаңағы пенсия зейнетке шыққан адам сол өз қалтасы. Және де бұлардың зейнет ақысының көлемі елдің сол кезіндегі үкіметінің министрлерінің жалақысымен бірдей отырады. Демек, бұл құқық қорғау органының қызметкері мынау пенсия оған әдемі бір алдыға стимул болып тұрады да, соған дейін өзінің жаңағы репутациясын, өзінің басқасын білдірмеу үшін жақсы жұмыс жасайды. Ал біздің елге келетін болсақ, біздің елде халқымызда баяғыдан қалып қалған бір жансақ ой бар, егер өзінің құқығын қорғайтын адам болса, біз оны білесіз, барлығымыз арыз қой дейміз, ол андай, ол шағымдану үшін, ол адаммен біз бір қатынасымызды үзгіміз келеді. Сонда мен бұрадағы айтпақ ойым отқаны, егер де сіздің құқығыңызды біреу басып отқан болатын болса, оны тоқтап қалмау керек. Жай ғана жаңағы айтылғандай кухняда отырып, пәленше екен, мынандай екен, мынандай. Тікелей бару керек. Тікелей өздері барып айтуға қорқатын болса, мысалы, мына Жандос мырза отыр, ана жақтасында отыр, осындай мониторингтік мүшелеріне жасалсын. Егер білмейтін болса, әлеуметтік желілерде ашық түрде тұр. Сол кісілерге хабарласса, ары қарай жаңағы құзырлы орган қызметкерлеріне сол шығатын еді. Бірақ біздің халықтың қайтадан жаңағы келген кезде бойында әлі де бір үрей бар. Біреуі жұмыстан шығып қалуға қорқады, біреуі қызыма тиіп қалар, болмаса жаңағы операциядан оянбай қалармын, анестезия дұрыс бермей денсаулығына байланысты ертең алдына келемін. Бұл дегеніміз не? Негізі парақорлыққа келетін болсақ, енді коррупция деген сөз латын сөзінен шығып отыр, ол ақшаға сатып алу. Демек, мемлекет тарапынан тегін беріліп тұрған мүмкіндікті неге біз өз қалтамызды сатып алу керекпіз? Біз халық соны түсіну керек та. Халық соны түсініп алдыға ұмтылған кезде, осыдан бас тартатын болса, ол кезде онда бір керемет елге жетер едік. Қайтадан келген кезде сол баяғы жартас, сол жартас біздің халық өзі қалтасына конвертін салып дайындап келіп тұрады. Міне осы өзек пәленшеден естіген жаңағы ақшасын ол да алып келуге тырысады. Бұзып жаратын қағиданың адамы жоқ. Мұнша екен дейді да, сөйтіп келеді. Осы сонда халықтың арасында жүрген осы біздің қоғамымызда коррупцияны жеңуге кедергі етіп отырған негізгі фактор осы болып тұр. Халықтың өзінің сауаттылығын көтермей жатыр, құқықтық сауаттылығы. Енді мұнда Ләззат Майлыбаевна отыр, ол кісі де растайды сөзінде. Негізінен келген кезде құқықтық сауаттылықты жоғарылату керекпіз. Ол жаңағы бір тәрбие сағат жүргізу болмасы басқа емес, жалпы халық өзінің құқықтарын білу керек та. Бірақ тағы да бір айтып кететін жайт бар, көрермендер, құқықтарыңызды біліп қана емес, құқықтың қасында жүрген міндетті де білу керек. Сіздер міндеттеріңізді білетін болсаңыздар, онда ешқандай жаңағы мына проблема біз мынарда бұл мәселені талқыламайды деп, басқа бір руханият мәселесі талқылап отырады едік мысалы кезде. Осы үлкен мәселе туындырып тұрған. Жалпы енді елбасының өзі жыл сайынғы жолдауында осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, онымен күрестің әрбір адамның бойында, өн бойында жүргенін қалап, және әр жолдауында басымдық беріп отырады. Енді бұл тұрғыда жасалып жатқан жұмыстар аз емес, жоспар да көп. Хабарымыздың осы аяқталуға жақындап қалды, енді тәмамдалып. Уақыт түйіндеп үлгерсеңіздер, әрқайсыңыз өз пікірлеріңізбен нақты тұжырымдап, Анар ханым, Берікбол мырза,
Ержан мырза, енді құқықтық сананы түзеу керек деп жатырмыз. Әрбір адам өзінің мүмкіндіктерін қажетті алатын мынау мемлекеттің тарапынан беріп отырған қолдауды өзі ұғыну керек деп жатырмыз. Әйткенмен, қандай проблема көресіз сіз бұл тұрғыда әлде? Шындықтың бетіне тура Опять-таки қарағанымыз проблема, я считаю, что вот как показывает мировой опыт, если смотреть на мировой опыт, то много зависит от нас самих. То есть отдельные люди говорят, что есть коррупция, но сами при этом какие-то свои бытовые вопросы решают с помощью коррупции. То есть нет нетерпимого отношения, нужно вот повышать морально-нравственные качества людей. То есть и все это начинается, вот согласен с коллегой, с семьи, то есть с родителей. То есть нужно родителям объяснять, что такое плохо, что такое хорошо, как бы, и ребенок, он, воспитываясь в этой среде, он как бы эти качества будет формировать, то есть в себе внутри, то есть. И, конечно, вот хотел бы отметить работу специальной мониторинговой группы, которая вот эти все проблемные зоны, которые существуют, рисковые, риски коррупции, они выявляют. Но специальная мониторинговая группа, их всего 300 человек по республике. Да? Если все люди объединятся, все люди будут помогать как бы, в этом общем деле, то и побороть коррупцию будет легче, я считаю. Что. Ну, тем не менее, как бы, я считаю, что вот, из года в год ситуация управляется, и как бы, все равно виден прогресс определенный. И те меры, которые принимаются, они уже как бы дают свои плоды. Әрқайсыңыз түйіндеп үлгеріңіздер. Анар ханым, Берікбол мырза. Енді жалпы мынау еліміздің жаңағы ең алғашқы тірегі, ұлттың болашағы ол жаңағы отбасы. Ол әрине, сондықтан да отбасын жалпы құрудағы біз үлкен тәрбиеге үлкен мән беруіміз керек. Сондықтан да жаңағы әріптестерім айтып өтті ғой, шынымен де бізде көбінесе жемқорлықтың әлі де орын алуы әрине азайып келе жатыр, бірақ дегенмен өзіңізге сауал жолдаймын. Өзіңіз де әкесіз ғой, перзент тәрбиелеп отырсыз, сіз отбасында қандай тәрбие бересіз? Мысалға, айтуға оңай сырттан, өзіңіз әке ретінде мысалға ертең сіздің балаңыз Берікболдың баласы болған үшін емес, жалпы өзінің білімді болған үшін, өзінің лидер болған үшін қандай да бір жетістікке қол жеткізетінін сіз ұғындырып отырасыз әр күн сайын. Қалай тәрбие бересіз сіз әке ретінде? Әрине, өйткені жалпы мынау қазақта бізде шетелде емес, көбінесе қазір рухани жаңғыру дейді ғой. Көптеген жаңағы сөздер бар, Абайдың сөздерімен жалпы тәрбиелеу қажет. Жалпы білімді жастан дейді ғой, жалпы білімді өз бетімен алуды, өзбен оқуды біз жалпы үйретіп келе жатырық. Әрине оған қол ұшын беріп көрсетеміз, бірақ дегенмен де өзінің бетінше жұмыс істеп, үйренуге жалпы әрбір отбасыны, енді бұл және ер мен әйел ғой енді. Олар жалпы баланың болашағын міндетті түрде ойлау керек. Әкеге сенбе, анаға сенбе, өзіңнің күшіңе сен деген қағиданы ұғындыруға әр күн сайын атсалысу қажет. Бұл әрқайсымыз осыған мән беретін болсақ, бұл біреуге ғана емес, өзімізге де тікелей қатысты мәселе. Анар ханым, айтарыңыз бар ма? Тәрбие жөнінде көп айтып жатырмыз ғой, орыстардың сөзі бар ғой, кадры решают все деп. Меніңше коррупцияға қарсы, жемқорлыққа қарсы саясат негізі науқан болып кетпеу керек. Өйткені осындай компаниялардың кезеңінде көп жақсы кадрлар өзінің жаңағы жұмыс орындарынан кетіп, осындай шошынып, өзінің жұмыс орындарын тастап кетіп жатқан жағдайлар да бар. Менің өзімнің ойым, әрине қоғамдық ұйымдар белсенді болу керек, азаматтық позиция өте жоғары болу керек, және де мемлекеттік қызметте отырған адамдардың бәрі жемқор емес екенін бәріміз түсінуіміз керек. Говоря по-русски, мы не должны навешивать ярлыков, потому что борьба с коррупцией не должна превратиться в большую какую-то компанейщину. Егер де осы мәселенің түпкі себебін анықтайтын болсақ, онда бұл мәселені шешуге болады. Ал егер де біз себептің салдарымен күресе беретін болсақ, онда сөйтіп себеп қала береді. Олай болса, бүгінгі баршаңызға хабардың төрінен табылып, осынау маңызды деген сұрақтарға толыққанды жауап бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Енді әрине бір ғана тікелей эфирдің еншісінде сізбен біз осынау күрделі дейтін тұстарды шешіп тастамайтынымыз анық. Дегенмен біздің мақсатымыз көрерменге ой салу, халықтың санасына ой салу. Алтын көрсе періште жолдан таяды деген қағиданы бұзып, әрбір адамның азаматтық ішкі ұстанымына бекем болуына атсалысу. Қадірлі көрермен, бұл өмірдің өзі. Тікелей эфирде есен сау жүздескенше саламатта болыңыздар.